Сәлем баршаңызға. Қалдарыңыз қалай достар? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі тақырып Жұлдыз Әбдікәрімова. Оны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Бір алма кезінде 10 жыл жұрттан жасырып отырған Жұлдыз Әбдікәрімова енді күйеуінен өш алмақ. Ол Қайрат Нұртасты алдағы 10 жыл көрсетпейтінін айтты. Жұлдыздың бұлай деуіне желідегі оқырманның хаты себеп болған. Жұлдыз бір оқырманның жеткен хатын жариялады. Онда егде жастағы әйел Қайратты көрсетпейсің деп Жұлдызға бар өкпе-назын жеткізген. Сен қатын еркі тиме, Қайрашты салсай, байы жоқ қатынға ұқсамай. Аллаға шүкір ет, байын тірі ғой. Сен қатын қысқасын еркі тиме, жақсы көретін едім. Көңілім қалды. Қайраштай байын болса не арманым бар. Ертеңнен бастап сал суретін көретін болайық, деді оқырманы. Ашуланған Жұлдыз Қайратты енді 10 жыл көрсетпейтінін мәлімдеді. Ертеңнен бастап сал суретін көретін болайық дейді. Енді оның суретін 10 жылдан кейін салам. Әйтпесе көз тиеді, деді Жұлдыз. Бұдан кейін Әбдікәрімова Қайраттың көргісі келген оқырмандарға арнайы видео жолдады. Онда Қайрат Нұртас өзі үшін алаңдаған жандарға алғысын білдірді. Тірімін, ең басты жақсымын. Аллаға шүкір, отбасым қасындамын. Енді мен Жұлдыз Әбдікәрімова 10 жыл көрсетпейтін болды, деді Қайрат Нұртас.